Мынаның ішінде петрушка ма? Петрушка, Лимон. лимон, Сосын шамалы мед бар. мед. Медтің орнына сияқты құмшекер салдық қой, 30 грамм, 40 грамм. Су одан кейін қалған бәрі су. Болды. Ол натурал. Мынаның ішінде не бар? Мынау не? Оның ішінде кәдімгі езілген өрік бар ғой. Езілген өрік, абрикос. Талдан түскен свежий өрік па? Талдан түскен свежий өрік. Міне содан мынандай сот істедік. Бұған бір 50-30 грамм құмшекер салдық мынаған. Өзің дәмі, натуральный өзі. И основной 200 грамм өрік бар мына ішінде езілген. И 1 литр су бар. Bir 40 gramday şeker var болды. Түсінікті. İşte. Енді не істейін деп жатсың? Яблочный ма? Яблочный сок істейді. Кез келген нәрсені сок істеуге болады ғой. Кез келген нәрсені. Безотходный. Мына жерде жаңағы петрушканың сабағымен салып жібересің. Лимон саласың. И сосын балалар бұл кислородпен насыщать етеді ғой, ана неше кислородный. Кислородпен. Енді ана паштет жаңа бауырдан істедік. Бір пияз, ана тұрған паштет та. Бір пияз, мына қара тұр ғой. Мынау ма? Қазір дәмін көресіздер. Наныңды пісір, сосын жақып береміз ғой. Бір пияз, бір сәбіз, сосын 50 грамм жаңағы кәдімгі семішкі май и жарты кило бауыр. Енді дәмін көрсең, енді керемет. Бұл да со неден шықты ма? Майкөктен шықты. Интересно. Майкөктен шықты, керемет шықты. Ал, Мұзаппарақ айтқанбайсың ба? Мұзаппарақ баяғыдағы есінде бір.